Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын уйпи-пай пирожныйларының рецептісін көрсеткелі отырмын. Олай болса, бірге дайындайық. Ең алдымен біз сары майымызға шоколадымызды салып, микроволновкада ертіп алатын боламыз. Шоколадымыз ерігенше, осы уақыт аралығында 2 жұмыртқамызды жарып, үстінен қантымызды салып, миксермен көпіршік түске енгенше жақсылап көпіртіп алатын боламыз. Осы қантымыз көпіріп, еріп, аппақ болып шығуы керек. Сол кезде біздің қамырымыз пышный, воздушный болып шығатын болады. Ал осылай көпіртіп алдық. Енді үстінен еріген шоколадымызды құйып, осы массамызды тағы да бір араластырып алатын боламыз. Жақсылап араласқаннан кейін үстінен құрғақ қоспаларды қосамыз. Ол үшін ұнға разрыхлитель және какаоны салдым. Осы қоспаны бір араластырып алдым. Кейін осы дайын қоспамызды 3 бөлікке елеуіштен өткізіп бөліп сала отырып, миксермен қамырымызды араластырып аламыз. 3 бөлікке бөлеміз, бірден салмаймыз барлығын, және елеуіштен өткізген дұрыс. Сол кезде қамырымыздың жұмсақ болуына осы ұнның да септігі зор. Осылай араластырдым мен. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Мен қуанып қалатын боламын. Қазақша каналдың дамуына үлес қоса кетіңіздер. Осылай барлығын бөліп саламыз. Менде мынау 3-ші бөлік уже бөліп салып атқаным. Бір қатты араластырудың қажет жоқ. Араласқан біркелкі болғанша ғана араластырған дұрыс. Міне осы қамырымызды кондитерлік пакетке құйып, қамырымызды противенге құямыз. Осылай. Егер сіздер осыдан кішілеу қылып жасайтын болсаңыздар, қонақтарға, дастарханға, онда сәл кішкентай қылып істесеңіздер өте әдемі болады. Мен енді үйде балаларға жасап жатырмын. Осындай размерде шықты. Осы корждарымызды енді 15 минут бойы 180 градуста пісіреміз. Осы уақыт аралығында кремін дайындаймын. Бұл жерде менде сары май, творожный сыр және сахарная пудра. Осы үшеуін бірінші венчикпен араластырдым. Кейін миксермен біркелкі болғанша араластырып алдым. Осы сары майды холодильниктен крем жасардың алдында 20 минут бұрын ғана шығарыңыздар. Мен енді сәл ертелеу шығарып қойып едім. Кішкене еріңкіреп тұр екен. Осы дайын кремімізді кондитерлік пакетке құйып, дәл осылай құйып шығатын боламыз. Бірінші бетіне осылай құйып, үстіне қақпақтарын жабатын боламыз. Өте дәмді уйпи-пай пирожныйларымыз дайын. Енді бетін әсемдеймін. Дәл осылай сіздер енді фантазияларыңызға ерік беріп, қалауларыңызға қарай сәндесеңіздер болады. Және бетіне кішкентай кәмпиттерді себеледім. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп кетіңіздер. Келесі рецепттерде кездескенше сау болыңыздар.